Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы екі шеңбердің өзара орналасуы. Оқулықтың 112-ші беті. Сабақтың мақсаты екі шеңбердің өзара орналасу жағдайларын талдау. Төрт жағдайын талдап кетейік. Біріншісі. Екі шеңбердің ортақ нүктелері жоқ. Оның өзі екеу болуы мүмкін, асы. Бұл жағдайда олар бір-бірінен тыс жатады. Циркульдің көмегімен шеңбер сызайық. Бұл шеңбердің центрі О1 болсын. Бұл шеңберден тыс, және де онымен ортақ нүктесі жоқ, екінші шеңбер сызамыз. Оның центрін О2 деп белгілейік. Үлкен шеңбердің радиусы R1, кіші шеңбердің радиусы R2. Бұл шеңбердің радиустарының қосындысы оның центрлерінің арақашықтығынан кіші болады. Яғни R1 қосу R2 кіші O1 O2 кесіндісінен. Әсі. Біреуі екіншісінің ішінде орналасуы мүмкін. Бірінші шеңбер сызайық, оның центрі О1, және осы шеңбердің ішінде жататын келесі шеңбер сызайық. Оның центрі О2. Кіші шеңбердің радиусы R2, үлкен шеңбердің радиусы R1. Бұл екі шеңбердің радиустарының айырымы үлкен шеңбердің радиусы R1 азайту кіші шеңбердің радиусы R2 центрлерінің арақашықтығынан үлкен болады. Екінші жағдай. Екі шеңбердің бір ортақ нүктесі бар. Немесе басқаша жанасады деп айтамыз. Екі жағдайын қарастырайық. Асы. Бұл жағдайда шеңберлер сырттай жанасады. Бір шеңбер сызайық, оның центрі О1. Және осы шеңберге сырттай жанасатын келесі шеңбер сызамыз. Оның центрі О2 болсын. Радиустарын сызып белгілейік. Бұл шеңберлер сырттай жанасады, және де олардың радиустарының қосындысы центрлерінің арақашықтығына тең болады. R1 қосу R2 тең O1 O2. Әсі.
Шеңберлер іштей жанасады. Шеңбер сызайық, центрі O1. Және осы шеңберге іштей жанасатын келесі шеңбер сызамыз. Оның центрі O2 болсын. Радиустарын сызыңыздар. Бұл шеңберлер іштей жанасады. Және үлкен шеңбердің радиусы, азайту кіші шеңбердің радиусы тең болады осы екі шеңбердің центрлерінің ара қашықтығына. R1 азайту R2 тең O1 O2. Үшінші жағдай. Екі шеңбердің екі ортақ нүктесі бар. Немесе қиылысады. Шеңбер сызайық. Центрі O1 болатындай. Центрі O2 болатындай келесі шеңбер сызамыз. Бұл екі шеңбер бір-бірімен қиылысты. Және де екі ортақ нүктесі бар. Бұл екі шеңбердің центрлерінің ара қашықтығы олардың радиустарының қосындысынан кіші және айырымынан үлкен болады. Бұл жағдайда өздеріңіз қарастырасыңдар. Төртіншісі. Центрлес шеңберлер. Шеңбер сызамыз. Центрі O1 болатын. Және центрлері ортақ болатындай O2 центрі бар кіші шеңбер сызайық. Өздік жұмысы номер 20-2, номер 20-3.